Жүректің тұсын және ірі тамырларды қарап тексеру. Қалыпты жағдайда сау адамда жүректің тұсында тек қана жүрек шын түрткісі анықталады. Астениктерді, арық адамдарда. 5-ші қабырға аралықта сол жақ орта сызығының 1,5-2 см ішке қарай. Патология жағдайда мойын маңайында ұйқар терең қатты соғуы, каротид биі анықталады және мессе симптомы анықталады. Бастың алға, артқа қарай шалқаюы. Бұл симптомдар қолқаның қақпашасын жеткіліксіз кезінде анықталады. Үлкен қан әлемі шеңберін қан іркілісі кезінде, қуыс венада қысым жоғарылаған кезде мойын веналардың кеңіп көрінуі мүмкін. Оң жақ қарыншаның гипертрофиясында және қолқаның қорсақтық бөлігінің аневризмасында эпигастральдық пульсация анықталады. Патология пульсациядар жүректің оң жағында, 2-ші қабырға аралықта, төс сүйегінің оң жағында, қолқаның бастауыш бөлігінің аневризмасында патология пульсация анықталады. Төс сүйегінің жоғары жағында, Людовик бұрышында патология пульсация қолқа доғасының аневризмасында. Төс сүйегінің сол жағында, 2-ші қабырға аралықта, өкпе сабауының аневризмасында патология пульсация анықталады. Сол жақ қарыншаның аневризмасы 3-ші, 4-ші қабырға аралықта сол жағында анықталады. Келесі жүрек тұсындағы патологик пульсациялар бізге көмектеседі әртүрлі жүрек ақауларын анықтауға. Жүрек түрткісі анықталады 4-ші қабырға аралықта абсолюттік тұйықты орналасқан жерде. Бұл оң жақ қарыншаның гипертрофияның белгісі. Осы бәрі өзгерістері жүректің патологиялық жағдайын анықтауға мүмкіншілік береді. Келесі жүрек тұсының пальпациясы. Ол үшін біз сол қолымызды арқа жағына төсейміз, жауырын арасына, оң қолымызды жүректің тұсына қоямыз. Үлкен саусағымыз, 1-ші саусағымыз төс сүйегіне параллель болу керек. 4 саусақтарымыз сол жақ қолтық астына бағытталған. Науқасқа кішкене алды қарай еңкейін ұсынамыз. Сол кезде алақанмен сеземіз жүрек шынының түрткісін. Сонан кейін 2 саусақпен 5-ші қабырға аралықта анықтаймыз жүрек шынының түрткісін орналасуын, локализациясын, көлемін. Қалыпты жағдайда 2,5 см аз болса шектелген болады, 2,5 см көп болса жайылған болады. Сонымен қатар жүрек шынының түрткісінің биіктігін анықтаймыз және кернеулігін. Қалай қол саусақтарыңызға жүрек шынының түрткісі қалай сезіледі, қатты итеріс бола ма, болмай ма, соған байланысты анықтаймыз. Келесі пальпация әдісімен біз мысық пырылын анықтаймыз. Ол кездеседі жүректің саңылаударының тарылуы кезінде, стенозы. Жалпы систолық мысық пырыл және диастолық мысық пырылды ажыратамыз. Жүрек шын маңайында алақанды қойған кезде диастолық пырыл анықталады, митральный стенозда. Семсе тәрізді өсімдікте алақанды жайып анықтаймыз, диастолық пырыл үшжармалық қақпашаның тарылуында. 2-ші қабырғалы төс сүйегінің оң жағында систолық пырыл қолқа тарылуында және дәл солай сол жағында өкпе сабауының тарылуында систолық пырыл анықталады. Келесі перкуссия, жүректің шекарасын анықтау. Жалпы жүрек орналасады диафрагмада. Сондықтан біз оң жақ өкпенің төменгі шекарасын анықтауымыз керек. Оны біз оң жақ орта бұғана сызығымен анықтаймыз. Жоғарыдан төмен қарай орташа күшпен тоқылдатып. Қалыпты жағдайда оң жақ шекара орналасады 6-ші қабырғада. Орта бұғана сызық бойымен. 6-ші қабырғаның үстінде 5-ші қабырға аралық, бұл қабырға аралықты секіріп кетеміз. Және 4-ші қабырға аралыққа
плесиминдік саусағымызды оң жақ жүректің шекарасына параллель қоямыз және орташа күшпен перкуссияны жүргіземіз. Қалыпты жағдайда оң жақ салыстырмалы жүректің шекарасы орналасады төс сүйегінің оң жағын шетінен 1 см сыртқа қарай 4-ші қабырға аралықта. Оны біз белгілейміз плесиминдік саусағын ашы жағынан. Келесі жүректің сол жақ салыстырмалы шекарасы. Егер жүрек ішінің түрткісі жақсы көрініп тұрса, онда бізге анықтау қажет емес, ол сәйкес болады жүрек ішінің түрткісімен. Ал егер толық адамдар, бұлшықеті дамыған адамдарда жүрек ішінің түрткісі көрінбесе, онда біз перкуссия тәсілімен алдыңғы қолтық асты сызықтан бастап 5-ші қабырға бойымен перкуссияны жүргіземіз. Қалыпты жағдайда сол жақ салыстырмалы шекара орналасады 5-ші қабырға аралықта, сол жақ орта бұғана сызықтан 1,5 см ішке қарай. Келесі жүректің жоғарғы салыстырмалы шекарасы. Оны анықтаймыз қосымша сызықпен. Төс сүйегінің сол жақ жиегінен 1 см солға қарай. 2-ші қабырғадан бастап төмен қарай орташа күшпен перкуссияны жүргіземіз. Қалыпты жағдайда жүректің жоғарғы шекарасы осы сызықпен орналасады 3-ші қабырғада. Келесі тамыр шоғырының енін анықтаймыз. Оны біз өте ақырын перкуссиямен жүргіземіз. Себебі тамырлар тығыз элемент емес, сондықтан қатты соқсақ шекара анықтау мүмкін емес. Оны біз 2-ші қабырға аралық бойымен орта бұғана сызықтан ішке қарай, жүрекке қарай жүргіземіз. Ақырын перкуссиямен. Анықтаған жерді белгілейміз. Қалыпты жағдайда тамыр шоғырының ені 5-6 см болады. Келесі біз абсолюттік тұйықтықты анықтаймыз. Абсолюттік тұйықтық жаңа тапқан салыстырмалы тұйықтықтан ішке қарай соққылау жүргіземіз. Соққылау ақырын күшпен жүргіземіз. Оң жақ абсолюттік тұйықтық, салыстырмалы оң жақ тұйықтықтан бастап ақырын перкуссиямен солға қарай жүргіземіз. Қалыпты жағдайда 4-ші қабырға аралықта төс сүйегінің сол жағымен сәйкес болады. Сол жақ абсолюттік тұйықтық, салыстырмалы сол жақ тұйықтықтан бастап ақырын перкуссиямен ішке қарай жүргіземіз. Қалыпты жағдайда абсолюттік сол жақ шекара орналасады 1-2 см ішке қарай сол жақ салыстырмалы шекарадан. Жоғарғы абсолюттік тұйықтық, салыстырмалы жоғарғы тұйықтықтан төмен қарай ақырын перкуссиямен жүргіземіз. Қалыпты жағдайда абсолюттік сол жоғарғы шекара орналасады 4-ші қабырға аралықта. Осы абсолюттік тұйықтық өкпемен жабылмаған, нақты кеудеге жанысып тұрған жүректің маңайы. Келесі жүректің конфигурациясын анықтаймыз. Ол үшін бізге қосымша нүктелер қажет. Оң жағынан 3-ші қабырға аралықта, сол жағынан 4-ші қабырға аралықта қосымша нүктелерді анықтаймыз. Тауып болғаннан кейін біз осы нүктелерді қосамыз. Сонда жүректің оң жақ контурын және сол жақ контурын анықтаймыз. Жүректің конфигурациясын анықтап болған соң, біз жүректің өлшемін анықтаймыз. Ол үшін 2 өлшем бар. Бірінші өлшем жүректің ұзындығы. Ол үшін 2 нүктені қосамыз. Тамыр шоғырының оң жақ шекарасы және жүрек үші, жүректің сол жақ салыстырмалы шекарасы. Осы 2 нүктені қосқанда жүректің ұзындығы табамыз. Қалыпты жағдайда ол 18-21 см. Келесі жүректің көлденең ені.
Ол үшін оң жақ салыстырмалы шекарадан төстің ортасына дейін, сол жақ салыстырмалы шекарасынан төстің ортасына дейін қосамыз. Екі сызықты қосқанда жүректің көлденең ені болады. Ол қалыпты жағдайда 11-13 сантиметр.